Қазіргі бағлан ыбырайым кім? Әнші ма, актер ма, кәсіпкер ма? бір азарттан құтылып едік, үлкен азартқа тап болдық деп. Кино түсіру деген кәдімгі казиноның ең үлкені бұл. Дәстүр емес, ана киноның аты жын болу керек та. Киноны көргендер ренжіп шықты. Пенде болғаннан кейін анамызға дұрыс қызмет жасай алмай қалуымыз мүмкін. Бірінші одан шықтыңыз, енді екінші қайттан киноға кіріп тағы қадалып қалдыңыз. Рамазан хотя бы кинода өзі продюсер болған сияқты. Енді біріншіден ол мен алдымнан өткен де жоқ, екіншіден ол рұқсат сұраған да жоқ. Енді адамгершілікке салатын болсақ, әрине дұрыс емес. Енді сәл жастау болғанымызда, басқаша болған кезімізде, жасөспірім болсақ, сәл әңгіме бір-екі шапалақпен аяқталар ма еді деген сияқты. Еркек адам әйелмен сөзге келіп қалады ғой. Одан да әйеліме сөзге келіп ұрысып қалғаннан гөрі көшеге шығып оңбай біреуден таяқ жеген жақсы да. Ал енді тоз шығып, быт-шыты шығып, қаңғып жүрген еркектер болатын болса, оған да тікелей үйдегі әйелдеріне байланысты. Қазіргі қоғамда ез жігіттер сөзді тұра алмайтын көп қайнап тұрған уақыттар болды, қайнап тұрған замандар болды ғой, бәрі өткінші. Әлі бір кейбір тұстарым әлі бір орнықпаған сияқты, әлі бір толыққанды бір орнықпаған сияқты. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен Арыстанбек Пердебай, кәсіпкер. Жалпы адамның жетістігінен сабақ аламайсың, адамның қателігінен сабақ аласың деген мақсатта сіздерге пайдалы боламын деген ниетпен осы подкастты түсіріп жүрмін. Бүгінгі қонағымыз біздің халқымыздың сүйікті әншісі ағамыз Бағлан Абдырайымов ағамыз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, байке, қалайсыз? Жақсы, бастан басы күшті болды, жаңа айтып жатқан кезде. Кеткен қателігінен сабақ аласын деген сияқты. Тағы да ойланып, кезекті подкаст өмір қателіктері туралы болатын сияқты. Тек қана қателік подкаст береді ма? Аха. Келесі ең алғашқы сұрақтан бастайық. Қазіргі енді бәріміз Бағлан Абдырайымовты жігіттер тобының әнші ретінде білеміз. Қазіргі Бағлан Абдырайымов кім? Әнші ма, актер ма, кәсіпкер ма? Осыдан бірнеше жыл бұрын біз Бақтияр Артаев екеуміз әңгімелесіп келе жатып, сонда мен Бақтиярға айтатын, жалпы адамдардың арманы болатын болса, сол армандары орындалып келе жатқан бір бақытты азаматтардың бірімін деп. Өйткені бала кезімізде біз енді Бекзат Саттархановтың олимпиадаға қатысқан кезде боксын көріп жанкүйер болғанбыз. Енді 2000 жылдары сол Бекзат ағамыз сияқты боксер болғымыз келді. Осы кейінгі жылдары 2011 ма 2012-де өзім бокспенен шұғылданып жүріп, өнер адамдарының арасындағы чемпион жобасы болды. Ол есте шығар деп ойлаймын. Білемін. Сол чемпион жобасында 7 бой өткізіп, финалда жеңіске жетіп, сол бір чемпион болғаным бар. Сонда бала кезіміздегі сол Бекзат Саттарханов ағамызға еліктеген сол бір арманымыз орындалды. Ал енді одан кейін біз осы жігіттер тобы болып, ал Шымкентте құрылып конкурстарға қатысып жүрген кезде, осы Алматы қаласында Дворец Республикада шығып ән айту, бүкіл елге танымал болу, ол да бір арманымыз болатын болса, сол арманға қол жеткіздік деп сол кезде бір айтқаным бар. Сосын кейін одан бері қанша жыл уақыт өтті, бір үшінші арманым бір бизнесмен болу, кәсіпкер болу деп айтқам. Содан бері бір емес қанша бірнеше жылдар уақыт өтіп кетті. Сол әлі бір не дейтін еді, андай бір енді шамамыздың келгенше осы кәсіп саласына көбірек көңіл бөліп, жалпы қаражат ақша табатындай іс-әрекеттерге қадам басып, әртүрлі бағыттарда өз-өзімізді сынап қамшылап жүрміз. Бірақ енді нәтижелі ма, нәтижесіз ба, бірақ сонда да бірде сүрініп, бірде ойдағы нәрсеге қол жеткізіп келе жатырмыз. Сондықтан кәсіпке көбірек қазір соңғы жылдары не дейтін еді, фокус соған қарай бұрылып кеткен секілді. Енді жалпы ақша табу үшін әрекет жасаған адамдардың барлығы кәсіпкер деп есептелетін жер енді өздерің кәсіпкерсіңдер ғой. Сондықтан соңғы жылдарда кино түсіріп жатырмыз, басқа қылып жатырмыз, сол бір қаражат табу мақсатында жасалынған дүние болғаннан кейін бір не дейтін еді, беретін өнімді сапалы болса, сосын бір елді ризашылықпенен ақшасын төлеп, сол ақшадан, сол қаражаттан бір пайда табатын болсақ, бір жолы болған кәсіпкер деп айтуға келетін еді. Сондықтан әлде де ізденіс үстіндеміз, әлде де қозғалыс үстіндеміз.
бір ауыз толтырып айтатын әлі жетістікке жете қойған жоқпыз, бірақ осыған да шүкір. Өзіңіз үш кино түсірдіңіз. Кино ендігі киноға жоламайын дейтін адамсыз, или кинода әлі де кино түсіреміз ба, түсіресіз ба сіз? Енді біз айтамыз, бірақ өмір өзінің бір жолыменен біз күтпеген нәрселерге алып келеді. Үш ұйықтасам кірмеген дүниелер болды. Сондықтан кейбір нәрселерді мойындау арқылы, кейбір қателіктерді түсіне отырып, шынайы мойындау арқылы өзіңнің қандай деңгейде, қандай дәрежеде адасып жүргеніңді, немесе қаншалықты деңгейде білімдісің, білімсізсің, қай дәрежеде адамгершілігің бар, жоқ деген сияқты бір өзің ақ пен қараны ажырататын болсаң, өзі өмір бір басқаша бір жолды ашып беретініне көз жетті. Мысал ретінде бірнеше жыл бұрын енді казино туралы көп айттық қой. Сол казино ойнап жүрген кезде деп айтайық, біреу келіп, бағлан, осы молодец, ойнай бер, осының саған бір түбі бір хайыр береді, осының бір өзінің бір жақсылығы бар деп айтатын болса, кет әрі деп айтасың ғой, не айтып тұрсың деп. Енді бұл жерде айтпағым, яғни менің жүрген жүрісім, немесе сол өмір сүру, сол кездегі тәртібім мүлдем қоғамға дұрыс емес, пайдасыз дүние болғанымен кейін барып түсініп, сол барып жүрген жаман әдеттерімнен тыйылып, шынайы мойындап, ел жұртқа айтып, осыны адастым, қателестім деп шынайы мойындау арқылы маған кітап жазуға жол ашылды. Өйткені сұрақтар туындайды. Неге мен ойнадым, не үшін ойнадым, мектепте жақсы оқыдым, ортам дұрыс еді, неге сау адамның асын ішіп, жындының қылығын жасап жүрмін деген сияқты бір сұрақтар туындады да. Содан ақ пен қара кітап жарыққа шықты. Ақ пен қара кітап жарыққа шыққаннан кейін көп адам, оқырмандар мынау киноға деген дайын сценарий екен деп ақырын көзге, құлаққа, жалпы маған сигнал бере бастады. Сөйтіп күндердің күні сол Zero фильм түсірілетін болып шешім қабылдап кино түсіріп кеттік. Сол сияқты кейде бір болатын қиыншылықтар қазір сол уақытта қиын болып көрінгенмен, бірақ адасып жүргеніңді шынайы түсініп, шынайы тәубеңе келетін болсаң, қиыншылықтан кейін жеңілдік бар екеніне, басқа бір есіктер ашылатынына, басқа бір мүмкіндіктер туатынына осыған бір көз жетті. Жалпы осылай түсіндіріп бере алармын. Енді тағы да кино түсіруіңіз мүмкін. Иә. Сондықтан қазір қалжыңдап айтамыз ғой, кино түсіру деген бір азарттан құтылып едік, үлкен азартқа тап болдық деп. Кино түсіру деген кәдімгі казиноның ең үлкені бұл. Қазіргі уақытта адамдар ойлайды, ой, неге комедия түсірмедің, комедия түсірсең касса жинайтын едің дейді. Олай емес. Қазір мысалға біздің отандық өнім 10 комедия түсіріліп отыр ма, 9-ы минусқа кетіп отыр ғой, 9-ы провал. Оның ішінде бірақ кино ғана кассасын ақтап, үстінен пайдаға шығады. Қалған біз сияқты жеке жағында киноға қызығып келіп, оңбай сүрініп, кәдімгідей үлкен қарызға, қаражат жоғалтып алған азаматтар қаншама. Енді алдағы уақытта кино түсірем ба, түсірмеймін ба, мен оны білмеймін, бірақ егер ішкі жан дүние немесе бір басқа бір қалауым болатын болса, түсіргім келеді. Біріншіден, не үшін түсіргім келеді? Біріншіден, кино площадкада жүру маған ұнайды, сосын бүкіл ойыңды, идеяңды үлкен экранға шығару ұнайды. Ал екіншіден, бір-екі кино түсіріп едім, минусқа кетіп қалдым, үлкен қаражат жоғалттым деп жылы жауып қойғым келмейді. Өйткені мен енді көрермендерге немесе бүкіл елге ештеңе дәлелдегім келіп тұрған жоқ. Өзіме өзім дәлелдегім келіп тұр. Өйткені 3 кино түсірілді ма, 3 кино түсірген кезде 3 түрлі ойда, 3 түрлі бағытта өзімізше әр кинодан бір тәжірибе, сабақ алдық деп ойлаймыз. 3-ші кинода енді қателеспейміз, бүкіл нәрселердің бәрінен сақтандық деп, жарнамасы болсын, киноның сапасы, сценарийі болсын, актерский составтар болсын, режиссерасы болсын, бүкілінен біз ешқандай халтураға жол бермей, өте сапалы, сауатты кірдік деп экранға шығарғанның өзінде де біз мысалға минусқа кетіп қалдық. Неге? Өйткені біз мына нәрселерді біз ескермедік. Бірінші нені ескермедік? Табиғи апаттарды ескермедік. Екінші, қоғамды елең еткізетін оқиғаларды ескермедік. Өйткені бүгін тыныш болып тұрғанмен, ертең не болып кетерін біз білген жоқпыз. Өйткені біз білетіндей ондай бізде көріп келдік, немесе бір болашақты болжайтын бізде ондай мүмкіндік жоқ. Сондықтан сол батыс Қазақстандағы су тасқыны кедергі болды. Одан кейін
бүкіл ел телефоннан қарап отыратын Бейшенбаевтың соты кәдімгі турецкий сериалдан артық қаралым жинап бүкіл елдің талқысына түсіп кетті. Сондықтан біздің түсірген еңбегімізді қаншалықты интернетке салдық, жарнамасын жасасақ та, бәрібір инфополя дейміз ғой, сол осы екі жаңалықтың астында қалып кетіп отырды. Көрмей қалдыңыздар. Көрінбей қалды. Енді осындай кедергілер болды. Одан кейін тағы да бір нәрсе түсінгеніміз, жалпы тұрмыс тіршіліктегі болып жатқан проблемаларды үлкен экранға шығаруға болмайтынына тағы да бір көз жетті. Неге? Өйткені біз енді шамамыздың келгенше не дейтін еді, бір тығырықтан шығатын жол бар, қиындықтан кейін жеңілдік бар, адамдардың сағысын қамасын, қаншама адамдар қиыншылық көріп жатса, сол бір шешімін таппай жатса, сол кино арқылы шабыт алсын, сосын кейін әр қиындықтан кейін жеңілдік бар екенін білсін деп, сондай кино түсіріп үлкен экранға шығарған кезде оны үйдегі болып жатқан адамның немесе жеке басындағы болып жатқан проблеманы адамдар үлкен экраннан барып көргісі келмейді екен. Неге? Өйткені мысалға өзің бар, мен бар, бала шағамыз мысалы балабақшада немесе бір мектептен демалыс алған кезде мегаға, басқа жерлерге кино көруге барып қаламыз ғой. Барған кезде шындап келсек, көңіл көтеріп, сәл де болса бір бала шағамен көріп демалатын кино іздейді екенбіз. Ал енді жаңағыдай біз түсірген киноларға әйеліңмен күйеуіңмен баратын болса, әйел күйеуін шұқып отырады, немесе күйеу әйелін шұқып отырады, сен мынандайсың, мынау сені көрсетіпті деген сияқты өздерінің күнделікті болып жатқан проблемаларын экраннан көргісі келмейді екен. Сондықтан енді келесі кино түсіретін болсақ, сапа басқасында жоғалтпаймыз деп ойлаймын. Сол бір көрермен көңілінен шығатын, көңілін көтеретін туындымен айналысатын шығармыз енді алдағы уақытта. Сонда кино түсірген кезде кинода бір мықты ой салатын, тәрбие беретін оймен түсірудің қажеті жоқ. Тек қана көңіл көтеру үшін кино түсіру керек деп. Қатты ауырлатпау керек екен. Яғни біздің қоғам сондай енді, мысалға біреу сүрініп қалса, телефондарын ала жүгіріп, жаңағыдай сүрінгенге жығылған қылып, біреу қате сөйлеп қойса, оның сөзін жаңағыдай өрбітіп, ой анау үйтіп айтты. Біз біреуге күлген жақсы көреміз да. Біреуді кекерткен жақсы көреміз, біреуді мазақтаған жақсы көреміз. Енді осындай стильдегілерді сен экранға алып шықсаң, соған адамдар мәз болады. Кино саласында тағы бір нәрсе, сіз енді 3 кино түсірдіңіз. Не маңызды деп ойлайсыз? Бір ғана нәрсе айтатын болсақ, мысалы, маңызды сценарий маңызды ма, актердің состав маңызды ма, или маркетинг маңызды ма? Былай кино енді түсірейін деп жатқан адамдарға бәрін қой, осы нәрсеге фокусты осы нәрсеге қой деп бір нәрсе айта аласыз ба? Жақсы, бұған да қазір өзімше жауап берейін. Содан кейін жаңа айтып жатырмыз ғой, жығылғанға күлгенді жақсы көреміз деген сияқты, біреуді мазақтаған жақсы көреміз деген сияқты. Енді осындай нәрселерден аулақ болып, шындап келгенде жалпы ақырын әдемілеп күлдіріп келіп, бір ақырындап жылататын жерінде жылатып, соңына қарай қатты бір мораль бермей, сәл-сәл бір ой салатындай бір дәнек қалдырып кетіп отырсаң, сол өзі ұтымды, сол жеткілікті екен. Алдағы уақытта оны жасайтын боламыз. Ал енді жаңа сұраққа келетін болсақ, ол тек қана кино емес, мен кейде студенттермен де немесе бір әскери бөлімшелерге де барып кездескен кезде осындай бір жауап айтамын үнемі. Адам өзінің сценарийін жаза білу керек. Яғни мен деп мысал ретінде айтайын, мен Мұрат пәленше ұлы, мен осындай жылы дүниеге келдім. Жалпы мен өмірге не үшін келдім? Менің алдыға қойған мақсатым не? Тек ішіп жеу ма? Ішіп жеу болса, оны ит те құс та ішіп жеп жатыр. Дүниеге ұрпақ алып келу ма деген сияқты сұрақтарға жауап іздесе де, оны ит те құс та, оны жан-жануар да дүниеге ұрпақ алып келіп жатыр. Яғни біздік одан артықшылығым не деген кезде ары қарай жауаптар шыға береді өзі. Өзі адамның 18 мың ғаламаттағы Алла тағаланың жаратылысының ішіндегі ең кереметі ол адам баласы да. Адам баласы бүкіл жер бетінде немен ерекшеленеді? Ол ақылмен ерекшеленеді. Сол сияқты ішіп жеу ма, жоқ дүниеге ұрпақ алып келу ма, немесе құр беталды өмір сүріп көпшілікпенен ағыс қайда барады сонда жүре бересің ба, немесе бір өзіңше бір жаңалық ашасың ба, немесе бір өзіңше бір артыңнан із қалдырасың ба деген сияқты
сұрақтарды қоя отырып адам өзінің қартайғанда немесе өзінің қалай өмір сүргісі келетін сценарий қылып жазатын болса, мен ойлаймын, яғни өзінің бағыт бағдарын анықтап алады деп айта аламын. Сондықтан бұл өмірде сондай қатты маңызды болғаннан кейін мен ойлаймын, кинода да ең әуелі ол сценарий маңызды деп ойлаймын. бір сценарий. Өйткені енді мен бір орыстардың бір атақты режиссер айтады, киноның мықты болуы бірінші сценарий дейді, тағы да мықты болуы не десе тағы да сценарий дейді. Енді одан кейін тағы не мықты болу десе сценарий дейді. Яғни сценарий дұрыс болмайынша кино бәрібір нәтиже бермейді. Маркетингте болу маңызды. Енді Қайсынан бөлгенде қайсынан? мысалға, егер өзі бәрі бір-біріне бүйтіпше байланысып тұрмаса, бұл қиын екен. Кейбір реклама бізді алдайды, жарнама. Көресің, көрген кезде қызығасың. Енді жарнама болсын болмасын айта берейін, мысалы дәстүрге көбісі барды да. Дәстүрді біз басқаша жарнама қабылдап алдық та, яғни біз оның жарнамасын жұтып қойдық. Барсақ, кино мүлдем бөлек. Тікелей айтқан кезде дәстүр емес, ана киноның аты жын болу керек та. Жын тиген қатын или болмаса жындар әлемі деген сияқты бірдеңелер болу керек еді. Бірақ дәстүр деп атауды басқаша берді да. Бірақ киноның несі басқа. Сол сияқты көрдіңіз ба, берді маркетингтің де рөлі қатты. Құрбан. Ал жақында шыққан Кетік бәрі таста деген кино жайлы. Оның да меніңше маркетингі мықты болды. Мен киноны көрген жоқпын. Киноны көргендер ренжіп шықты. Осындай да кино болады екен ғой деген сияқты. Бұл жерде кейбір маркетинг қай кезде адамға әсер береді? Карикатура дейміз ба? Бір боянға, бір клоунға іспеттес, бір сайқымазақ, арың-жырың, сондай нәрселер адамға жалпы қатты әсер етеді. Сосын олардың ол маркетинг жарнамасы таралуы көбірек әсер береді, көбірек таралуына әсер береді. Өйткені ол жерде неге бір келеке мазаққа жақынырақ образдар көрдік та ана жерде. Сол кезде осы кино басталған кезде мынаның маркетингі жақсы жүреді деген сияқты менде мысалы сондай бір сенімділік болды да. Осы біздің кино емес қой, бірақ десек те әйтеуір қазақтың балалары түсіріп жатыр ғой. Кино қандай болатынын біз әлі білмесек те, бірақ кино мотор басталды деп Қайрат кімдер Қанат екеуі уже инстаграмдарына сала бастаған кезде Әлібек ағамыз қосылғаннан кейін уже белгілі болып тұрды. Маркетинг бұларда үнемі алдыда жүретіні. Бірақ нәтижесі өкінішке қарай мүмкін жақсы да шығар. Енді елдер айтып жатқаннан кейін оларға да қосылып жамандамай-ақ қойын. Сондықтан дәл қазіргі таңда маркетингтің ол рөлі күшті. Бірақ оға дейін әрине жаңағыдай толыққанды бір 10-10 баға қойып шығу үшін бірінші сценарий күшті болу керек. Негізі бизнесте андай нәрсе бар, маркетинг, мықты маркетинг ол бизнесте өлтіреді деген нәрсе бар. Ол өйткені ол деген не деген сөз, өнімге сай емес, маркетинг слишком мықты болып кетсе, маркетингде естіп келген адам сол өнімді тұтынады да, бір рет қана тұтынады, болды, екінші рет қапа болып қалса ше, қайтып келмейді. Екінші рет келмейді. Сол үшін бизнесті мықты маркетинг өлтіреді деген осы әңгімеден шыққанда. Онда мынандай шығады екен ғой, сенің өнімің мысалы сценарийің күшті болса, маркетинг күшті болатын болса, сосын үшінші ең маңыздысы сарафанка жақсы жүрсе, осы үшеуі бір-біріне байланысса, онда прям идеальный болып шығатын шығар. Мысалы кино саласында өзіміз білетін, мысалы Пеш деген киноның өзі. Ол жерде мысалы бүйтіп анау айтқан маркетинг көрген жоқпыз. Бірақ ол жерде не болды? Кино мықты, сценарий мықты, сарафанка мықты болды да, миллиард мысалы жинады. Ол тек қана ол жерде сценариймен ғана алып кетті. Сосын бұл жерде тағы бір мәселелер бар. Ол кішкене майшаммен қарау керек екен. Бұл жерде ана тақырыбы қатты күшті қозғалған да. Біздің бәріміздің анамыз бар. Кейде пенде болғаннан кейін анамызға дұрыс қызмет жасай алмай қалуымыз мүмкін, немесе бір жылы сөз айта алмауымыз мүмкін. Ондай неше түрлі азаматтар бар ғой. Яғни сол мынау Пеш деген кино күшті бір не болды да. Анаңды алып алып киноға барып, өзің бүйтіп ауызбен айта алмайтын, немесе бір әрекетпен көрсете алмайтын нәрселерді сол киноға апарып мамаңды жылатып жақсы бір әсермен қайтқаны бір сондай не болды. Сосын кейін ол жерде енді кейіпкерлерге де байланысты өте ұтымды пайдаланған. Ол жердегі бала жаңағыдай есі дұрыс емес бала, ол қанша
өзі дүниеде сондай азаматтар бар ғой, бірақ бұны да күштілік көрсеткен, өйткені ол біздің шариғатымызда да айтады, яғни ол баланың баратын жері негізгі жұмақ, мекені жұмақ деп айтады да. Сол сияқты сондай азамат, сондай жаратылған азаматтардың көңілі, ниеті пәк екенін күшті көрсеткен. Сондай ұтымды тұстары көп. Мысалы қазір сізбен бір үш киноны талқыладық та. Бірінші пейдж алатын болсақ, пейдж сценарий мықты, маркетинг жоқ, бірақ ол миллиард жинады мысалы. Иә. Екінші кино алатын болсақ, дәстүрді алатын болсақ, менің көзқарасым бойынша дәстүрді маркетингтер мықты болды, маркетинг 50%-пен, и сценарийі де жақсы болды. Пейдж сияқты мықты болмаса да, бірақ сценариймен сарафанкімен кино жаман емес. Жаман емес, бірақ мықты сценарий пейдж сияқты мықты болмаса, 50-50 маркетингпен бұл жерде команданың жұмысы күшті болды. Маркетингпен жаңағы екеуі сценарийдің екеуі бірге алып шықты да. Ал кетік бәрін тастағанын айтатын болсақ, өзі маркетинг мықты, бірақ сценарий қатты онша емес болды, бірақ пәлі маркетинг алып шықты да. Бірақ екінші рет адамдардың немен шықты да, көңіл алып шықты десек те болады да. Солай шығар енді. Сонда негізі сценарий, негізі маңызды сценарий, одан кейін бар маркетингді сәл болу керек, 70-30 деп алсақ болады. Енді тағы сұрақ сізге. Сіз киноңызда менің білуімше қарызға кірдіңіз тағы да. Енді казинода да қарызға кірдіңіз. Бірінші одан шықтыңыз. Енді екінші қайттан киноға кіріп тағы қадалып қалдыңыз. Екі қарыздың айырмашылығы да, мысалы казинодағы ақымақтықпен жасаған қарызбен болатын болса, мына жерде ақымақтықпен деуге келмейді. Кәдімгідей осознанно, кәдімгідей бір пландап, команда емес деп, бірақ екеуі де бір қарыз, бірақ разницасы қандай, бар ма? Айырмашылығы, ол қазір тақырып өзі де ашылып тұр ғой, біреу ақымақ қарыз, біреу ақылды қарыз деген сияқты. Енді ақымақ қарыз қалай болады? Ақымақ қарыз ол енді бүкіл бәрін айтып жүрміз ғой, құмар ойынға байланысты қарызға кіріп кеткен кезде ол жерде кінәні мен тек өзімнен ғана көрдім да. Яғни менің адресіме келетін жаман сөз болсын, негативтер болсын, тіке маған келеді, оны бәрін мен өзім қабылдауым керек болды. Соңында мен өзіме өзім қатты ренжідім ол кезде. Жаңа айттық қой, сау адамның асын ішіп, жындының қылығын жасап жүрген маған не көрінді деген сияқты да. Яғни жер бетіндегі ең соңғы, ең бір бишара, топас, ақмақ, не дейтін еді андай, орысшасы сәл ауырлау, лодан келеді. Сондай адам сияқты мен өзім бір сезіндім да. Бәрі сізді солай ойлайды деп қабылдадыңыз. Солай ойлайды деп, сосын кейін ең бірінші реніш маған өзімде болды. Яғни бұның негізгі ең соңғы баратын жері, жаман айтпай жақсы жоқ, Құдай бет аулақ қылсын. Бұндай жағдайлар адамдарды суицидке апарып тастайды да. Яғни бәрі бітті, бүкіл есіктер жабылды, дүниеден көретін рахат жоқ. Бүкіл нәрсеге өзім кінәлімін деп, өзін жеп, өзінің самооценка деп айтамыз ба, өзін жеп тастап, жерге тығып, сөйтіп шыға алмай қалатын, немесе тұра алмай қалатын да кездер болады. Сол бір кезеңдер мен үшін өте ауыр болды. Енді қазір осы зеро қарызды түсірген кезде мен командаға да қарыз болып қалдым. Қазір 49 миллион қарызбен шыққам, қазір 27 миллионға түсірдік. Сосын кейін біраз алған, жігіттерден де алған біраз ақшаларым бар. Шамамның келгенше ақырын бәрін қайтарып келе жатырмын. Ал мынадағы бұл мүлдем бөлек бұл. Біріншіден бұл жерде біздің түсірген киномыз, зеро қарыз, жалпы қарыздың қандай зардабы бар екен, отбасыға қандай әсері беретін, әйеліменен қарым-қатынасы қандай болатын, бала-шағаға қалай әсер беретін, бұның барлығын ішінде бүкіл шариғатымыздан да, дәстүрімізден де алып, біздің ата-бабаларымыз, шариғатымыз айтатын дұрыс жолды нұсқап отырып кино түсірдік. Яғни киномыз адал. Енді осы киноның ар жағында 47-67 команда жұмыс жасады. Яғни о кісілерге де біз жалақысын төледік деген сияқты да, еңбек ақыларын беріп отырдық. Сол сияқты бұл жерде үлкен жұмыс атқарылғаннан кейін, бұл енді маған келетін болса, алдындағыдай алдындағыдай жауапке өзіңді жерге тығу емес, өйткені бұл жерде өзіңді кәсіпкер ретінде істеген жұмысыңда таза адал болғаннан кейін, мына жерде жүзің ашық.
шындап келген кезде рас бүкіл нәрсенің бүкіл инструменттерін бәрін қолдандық, сценарийімізді дұрыс болды, міне құдай қаласа міне деп мынандай ғой, жыл 12 ай сен жер аударасын, бидай егесін, міне енді пісіп дәнегін алам деп отқан кезде шегіртке жеп кетеді да. или жауын жауып кетеді. Иә, ну шегіртке жеп кетейік дейді. Енді тура сондай жағдай болып тұр да. Сен бидайыңды жеп кетті деп сен шегірткелерін біртіндеп ұстап алып, оны бір жаңағыдай ана Шаншардағы Уәлибек айтатын сияқты ана Жүсіпке не береді ғой, ана қотырын басатын дәрі береді ғой. Сөйтсе Жүсіп айтады ғой, берген дәріңені бірге өлген жоқ қой десе, ақымақ дейді. Оны ішпейді оны дейді, ана бүрген ұстап аласың дейді. Сөйтіп оны бүйтіп аузын қысасың, ана бүрге бүйтіп аузын ашқан кезде жаңағы дәрін анан аузына саласың, сол кезде іші поқ етіп жарылады. Сол сияқты шегірткелердің әрқайсысын соңынан жүрмейсің ғой. Бұл да тура сондай нәрсе болды. Сол сияқты бұл маған өзімді ақтап алу үшін де, және де ақша қаражатын сұраған кезде түсіндіріп айту үшін де бұл маған жеңіл болды. Яғни бағанағы эфирдің басында басталғандай, біз кәсіпкер туралы әңгімелерді бастадық қой. Сол сияқты арың таза, жүзің таза болғаннан кейін сәл жеңіл. Сосын кейін үнемі саған ойыңа мынандай нәрсе келеді. Бағлан, шыда, уақыт керек. Өйткені таза еңбек, маңдай тер бүгін нәтиже бермесе де, ол алдағы уақытта міндетті түрде нәтиже береді. Сондықтан кейде өзімді де тәрбиелеп аламын. Ақыр сен жаңағыдай бағана әңгіме басында да айттық қой, кәсіпкер болатын болсаң, ана пәленшені қара. Қай кәсіпкерді көрдің, бірден жасаған еңбегі нәтиже беріп, бір бақшасы гүлдеп, бір жеміс жидек бере салған. Қаншама ұрынғандар бар, қаншама қағылғандар бар, қаншама банкротқа түскендер бар. Бірақ сол ізденістің арқасында, табандылықтың арқасында, мінезінің арқасында қайта тұрып, кәсіптерін жандандырып, бүкіл қарыздарын жауып, көгеріп кетіп жатқан қаншама азаматтар бар. Солардың өмірбаяндарын оқисың да, кәсіп жасау, кәсіпкер болу оңай емес. Ақша табу оңай, бірақ оны қайтарып беру қиын деген сияқты. Бірақ енді осындай не дейтін еді, осы жолды таңдағаннан кейін бұдан да өту керек деп өзіңді өзің жұбатып қоясың. Сондықтан екеуінің айырмасы жер мен көктей. Сіздің айтқаныңызды былай түйіндесек бола ма? Казинодағы қарызда сіз адамдарды алдадыңыз. Солай ғой, жаңағыдай өзіңіздің нәпсіңіз үшін алдап, арбап, сол үшін сізден қарыз сұраған кезде басыңызды төмен қаратып отырдыңыз, көтере алмай. Енді айтып тұрмын ғой, бүкіл нәрсеге өзің кінәлісің да. Ал мына жақтағы кинодағы қарызда сіздің ниетіңіз түзу болды, ешкімді алдаған, еңбегің адал болды. Бұл жерде басында тіке көтеріп тұрып, қарызмын, уақыт бер, құтыламын деп смело айтып, қазір келесі әрекет жасап жүрсіз. Солай. Мынандай, тағы да бір былайынан түсінікті болсын айта кетейік. Егер сен құмар ойын казинода жүріп қарызға кіріп кетіп, егер сенің біреу үстінен арыз жазып, мысалға сен соттатып жіберетін болса, өзің мүжіліп, болары болып, бояусың, быт-шытың шығып жүріп тұрған кезде, сені мысалға сотқа беретін болса, сынған үстіне сен тағы да морально сынасың деген сияқты. Ал енді мына жағдайда қандай болады? Жаман айтпай жақсы, Алла сақтасын. Егер қазір осы жағдайда үстінен арыз шағым түсетін болса, бәрібір ішкі намысың, абыройың, жүзің ашық, арың таза болып тұрады да. Осындай нәрселер бар да. Сонда бұл жерде көрдің ба? Адамның өзінің ішкі состояниесіне тікелей байланысты екен. Өзіңнің ар ұятыңды жұтып қоймасаң, өзіңнің ар ұятыңды сатып кетпесең, өзіңнің ар намысыңды өзге біреуге таптатып қоймасаң, ісің адал, жүзің жарық болатын болса, еңсең қашанда тік жүре береді екен. Енді осы киноңызда, соңғы қарыз киноңызда минусқа кеттіңіз, жаңағыдай әртүрлі себептермен кинотеатрда дұрыс болмай қалды. Бірақ сіз болды, біттім деп қойған жоқсыз. Қазақстанда өмірге дейін ең бірінші рет осы Телеграм арқылы кино саттыңыз. Оны мен енді естуімше, ең бірінші осы киноны Телеграмға сатуды алып келген кезде сізге біраз өзіңіздің әріптестеріңіз, біраз адам сенбеді. Бірақ оны жасап шыққаннан кейін кәдімгідей сол сенбеген адамдардың өзі сізге келіп, Бағлан, біз дұрыс сені түсінбеппіз, молодец, кәдімгідей сен мына нәрсені жасадың деп, сол жалпы идея қайдан келді? Бұл өзіңізге қандай осы нәрсе
алып шыққаныңызға қалай несіз? Бұған бірден бір кедергі болған, біз енді сол бір емес бірнеше кино түсірген кезде, киноны түсіресің да үлкен экранға шығарған кезде кинотеатрдан келіп телефонға түсіріп алып, өте нашар сапада телеграмға шығарып сатады. Сосын біз оны құзырлы органдар болсын, басқа болсын, ары бері шапқылап көрдік. Бұлардың несі жоқ, цепочка жоқ, ұстай алмайсың. Кім түсіріп алған, қай жақтан сатып жатқан, телеграмнан таппайсың. Біреуін тапсаң, ар жағында біреуі бар деген сияқты. Сосын бұлардың қолдарынан ештеңе келмейтін болғаннан кейін, қалай жасасақ болады деп жүрдік та. Жалпы мынандай ғой, адам қиналған кезде негізі бір қиыншылықтың өзінің бір керемет пайдасы бар негізі. Телеграмға шығарып, кәдімгі сапалы түрде осыларға бір пиратский сататындарға бір бәсеке жасап беретіндей, сосын осы телеграмға киномыз шықты деп ел жұрттың назарын аударатындай бір емес бірнеше көліктерді сыйға береміз деді кино көргендеріңіз үшін. Дәл сол сияқты жаңағы осы телеграм ботпен айналысатын азаматтарды таптым деген сияқты. Адамға адам себепкер ғой енді. Сөйтіп жиналып ақылдасып осындай болады. Қалай десем бәрі болады. Телеграм, ең бірінші телеграм ретте болдық. Одан кейін осы менің идеямды мені түсінген адам осы бүкіл маркетинг жағын қолға алды деген сияқты. Сөйтіп бұл жүзеге асып кетті. Ал енді сенбей жүргендер енді маған сенші деп айту енді ол не емес қой. Өйткені әр адам өзінің жасап жатқан өніміне, өзінің тәуекеліне өзі ғана сенеді. Сондықтан кейде біз айтқанда мастер боламыз, абай айтады, өзіңе сен, өзіңді алып шар, еңбегімен ақылың екі жақтап деп. Сондықтан біреулердің саған сенуі маңызды емес. Ең бастысы сен өзіңе сенсең, міндетті түрде нәтиже береді екен. Сөйтіп менде қазір жүзеге асып кетті ғой. Енді қазір тағы да 6 көлік береміз дедік, оның 2-еуін бердік мысалға. Алдағы уақытта тағы берейін деп тұрмыз. Ал енді бұл тұрғыда да айта кету керек, көп адам онша дұрыс түсінбейді. Тағы да абай атамыз айтады, сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бал артық деп айтады. Сондықтан менің бұл 3 жылдан бері ұйқысыз түндер, кеткен қаражат, жүйке, нерв, уақыт, бүкілін бәрін қосқан кезде осы киноларымның бір маңдай термен жасаған дүниемді не бары 2000 теңгеден мен телеграмнан сатып отырмын. Яғни бір оқпен 2 қоян ату деп қазақшалап айтқан кезде. Неге? Бірінші телеграмдағы сапасыз кинолардың телеграм полядан жоғалту. Кинотеатры жоқ қаншама елді мекендер бар ғой. Сол кісілер сол телеграмнан келесі жылы мысалға былайынан айтайықшы, мен жаздың күні кино түсірсем, арнайы телеграмға арнап түсіргім келіп тұр да мысалға. Сол сияқты соға дейін телеграмда мықты бір Инстаграм, ТикТок сияқты ғой. Сондай бір көрермендер қалыптастыру ойым. Екінші жаңағы телеграмдағы сапасыз кинолардың жою. Сосын кейін үшінші, жарайды кинотеатрдан бермеген нәтижені телеграм арқылы алғым келеді. Мен телеграмнан рецепт сатып атқан жоқпын, мысалынша. Бір білім сатып атқан жоқпын. Білім болса мақұл ғой, оның дәрежесі бөлек. Бір басқа нәрсе сатып атқан жоқпын деген сияқты. Яғни 2000 теңгеге кино көресің, қанша жылдық еңбегім, қанша қаражат кеткен еңбегім. Сондықтан мен сол үшін лайықты деп ойлаймын. Осылай бір емес бірнеше бір жобамды, идеямды іске асырып, солай қазір келе жатырмын. Көбісі дұрыс, біразы көпшілігі онша түсінбейді. Жарайды, оларға түсіндіруімде уақыты келіп, енді шамамыз келгенше түсіндірме жұмыстары жүріп жатыр ғой. Оны адамдар көрмейді ғой оны. Бағана айтқанымыздай, не дейтін еді, тек өсекке, сол жамандауға, алаяқ бірдеме деп айта салуға, жаман сөз жаза салуға адамдар бейім тұрады. Ал енді бізбенен бірге келіп осы еңбектің барлығын көзбен көріп келе жатқан көрермендерім қолдап келе жатыр. Жалпы осы айтпағым. Телеграм, яғни енді бұның 90 сөзінің тобықтай түйіні, адам қиналған кезде тағы да бір жаңаша бірдеңелер ойлап табады екен. Киномызға, телеграмымызға менен бір осы YouTube каналға жарнама болсын. Осы видеоның астына авто деп жазып, сіздің телеграм ботыңызға мен не істеймін, астына сілтемесін қойып қоямын. Соған телеграм авто деп жазып, осы каналға тіркеліп, лайк басып, жаңағы сілтемеге кірсе телеграм ботқа, и
Telegram ботқа кірді, одан кейінгі қадамды өзіңіз айтып берсеңіз, қалай алады киноны? Енді Telegram ботта ол жерде мысалға үлкен қаражат төленіп, ол бот жасалынған. Яғни ботта ол жерде азаматтар отыр кәдімгі айлығын алып деген сияқты. Сол Telegram ботқа кіреді, Telegram ботқа кіргеннен кейін бұл жерде өте сауатты жасалынған. Телеграмға кіргеннен кейін ол жерде қош келдіңіз деп айтады, одан кейін бір екі сұрақтар қояды деген сияқты. Кино көрем десеңіз, бір кино сатып аласыз ба, екі кино сатып аласыз ба, енді ары қарай көрермендердің патша көңіліне. Бір киноға төлем жаса деп нұсқаулар келіп тұрады, төлем жасайсыз, Каспиіңізден төлем жасайсыз да, оны кәдімгі PDF форматта. Көпшілігі қазір енді скрин жасалмай қалды, алдында скрин жасап көп қателіктер болған. Ол қателіктер Telegram бот оқымайды. Онан кейін Telegram ботқа адамдар жазады, анау мынау мен ақшам қаяқта, не болды, мынау далаға кетті ма деген сияқты. Енді ол Telegram бот оны оқымайды ғой. Сөйтіп PDF форматта Телеграмға жіберсе, ол бірден нені жібереді? Байланыс, кері байланыс номерді сұрайды. Контактымен бөлісу деген кнопканы басса, автоматты түрде өзіңнің номерің Телеграмға түседі. Телеграмға түсу себебі ол мына базада тұрады. Ертең сол көрермендердің арасында сыйлықтарымызды беретін кезде Телеграм бот өзі таңдап береді. Қандай сыйлық болады, нақты атын айтып өтсек? Енді біз кеше не бердік? Mitsubishi Pajero бердік. Ол жай 2000 теңге кино көрген үшін. Кино көрген үшін. Одан мысалы сыйлық иесі 2000, одан бөлек ақша алынбайды ол кісіден. Жоқ. Тек қана кино көрген үшін беріледі. Иә, Telegram ботқа кіріп 2000 теңгеге төлем жасап кино сатып алған үшін. Енді бұны 5000 теңге, 10000 теңге деп қоюға да болатын еді. Бірақ біз мына нәрсені де есептедік. Кофе ішетіндер күніне, мысалға, қарапайым нәрселер. 1700-1800 ба бір Starbucksқа барып кофе ішетін болсаң, одан да қымбат. Ол бір. Екіншіден, темекі тартатындар мысалға 1300 ба 1500 теңгеге бір пачка темекі шегіп қояды. Иә? Одан кейін кинотеатрға барсаң да 1500-2000 теңгеден билеттер деген сияқты. Сондықтан кез келген нәрсе өзі бір 2000 теңге. Сондықтан ертең ой сенің киноң 5000 теңге тұрмайды, 10000 теңге тұрмайды деп жаңағыдай бөтен әңгімелер болмас үшін бәрімізге ыңғайлы қылып сол бір 2000 теңгеден кәдімгі осы елдер кинопоисктан неден кинотеатрдан кино сатып алып көреді, сол сияқты ыңғайлы етіп қойдық. Сосын кейін контакт номер сұрағаннан кейін базаға түседі, базаға түскеннен кейін сол біздің киномызды Telegram бері қарай береді. Телеграмды біз олай да ойластырып қойғанбыз. Мен мысалы кино сатып алсам Телеграмнан мен сізге переслать ете алмаймын, скрин жасай алмаймын, сосын кейін көшіріп ала алмаймын. Өйткені біз өзіміздің жасаған еңбегімізді кәдімгідей далаға кетіп қалмас үшін сауатты түрде өзіміздің өнімімізді, киномызды қорғап тұрмыз. Сол сияқты кино көрген адамдар нақты қандай сыйлықтар алады? Алдағы уақытта енді біздің Toyota Camry'miz бар, беретін MG автосалоннан су жаңа көлік бергіміз келіп тұр. Енді беретін кезде келісеміз ғой, қандай көлік, кім деген сияқты, қайдан аламыз деген сияқты. Сондықтан MG автокөлікті де келісіп қойдық. Toyota Camry'miz бар 50. Одан кейін Chevrolet Camaro'мыз бар, ол мысалы өзімізде тұрған көлік. Одан кейін X5 BMW-мыз бар. Оны біз әлі алып қазір көрермендерге дайындап жатырмыз. Сондықтан осы 4 автокөлікті кино көрген көрермендерге беретін боламыз. Одан бөлек тағы да бір қызық болу үшін енді маркетинг. Бұл таза маркетинг бұл. 50 адамға 50.000 теңгеден біз ақшалай сыйлық беріп отырдық. Қазіргі таңда 20 кісіге беріп қойдық. Енді 30 кісі бар, 30 кісіге сол біз 2000 теңге кино көргендеріңіз үшін деп Telegram бот таңдап береді. Ол кімге қалай түсетінін мен білмеймін. Әйтеуір кісілер қуанып жатады. Рахмет деп. Осындай бір не жасап қойдық. Енді бір қызығы, дәл осы жасап жатқан маркетинг кәсіпте жүрген біраз кісілерге ұнайды деймін. Көптеген ұсыныстар келеді. Жаңағыдай бірдеңе сатайын деп едім, осылай жасайық деген сияқты неше түрлі ұсыныстар келеді. Бірақ енді бәрі оңай, әдемі болып көрінгенмен мен ондайлардан бас тартамын. Өйткені алда өзімде бір жасайтын жұмыстарым бар. Концерт беретін болсам, немесе қазір тағы да бір кино түсіретін болсам, яғни өзімнің аудиториям, өзімнің жасап жатқан нәрсем өзіме керек болып жан-жақ. Ал енді өзің жасай бер десең, бұл ешкім оны жасай алмайды.
Достар, если кино көретін болсаңыздар, бағлан ағаға қолдау ретінде, қазақтың киносын рахмет. қолдау ретінде осы киноның астына авто деп жазып, және осы сілтеме телеграм боттың сілтемесін қоямыз, сонда кіріп жаңағы старт сөзін басып, кино сатып алыңыздар. және 2000 теңге кино көріп ешнәрсе ұтылмайтын сияқты, кино көреді және көлікті болып қалу әбден мүмкін. Иә, Солай көрермендерді қуантсақ деп тұрмыз ғой. Шындап келген кезде мен де бір асып тасып жатқан менің кейде ағайындарым айтады, туыс-туғандар, сен елдің бәрін жарылқап қарызын жауып жүрсің, көлік таратып жатсың, мына жақта біз ше дейді. Мен айтамын, бұл мен жасаған еңбегім сату ғой. Қалай сатам? Солай бірінші уәде етілген нәрселерді беруіміз керек. Одан кейін әйтеуір ар жағында бірдеңе қалып жатса, өзбекшелеп айтқанда әңгімең дәңгәлі да. Ол қаншама команда жұмыс жасап жатыр, ар жағында бірдеңе қалып жатса, онда таза маңдай теріміз, әйтеуір жүрген тұрғанымызға бір өзіміздің еңбегіміз деп айтамын да. Сол еңбек артылып жатса, онда не дейтін еді жаңағыдай, ағайын туысқандарға көмектесуге, бөлісіп беруге болады да. Солай. Сіздің осы идеяңызды біраз кинода саласында жүрген кісілер ұнаған сияқты. Қателеспесем, дәл осыны Рамазан Амантай, жаңа тағы бір анау бір қыз бар, бір кино түсірген бір қыз, Шымкентте бір қыз тоже. Осы дәл осы системамен, дәл осы жолмен киносын телеграм арқылы сатып жатыр. Енді ол кісілер, олар ол жайлы не ойлайсыз? Енді сіз бұны патенттеп алдыңыз ба? Бұл енді идея ғой енді, или бұл сіздің алдыңыздан өтті ма, или қалай болды? Мен Рамазан Вадин телеграмнан бастап жалпы киносын сату стилистикасының барлығы, біз қалай жасадық, солай жасап келе жатыр. О Рамазанға дейін де қаншама кинотеатрдан прокаттан кейін киносын құшақтап келіп, сенкі сияқты жасасақ бола ма деген сияқты ұсыныстар да болған. Қаншама адам сол киносын солай сатқысы келді. Бірақ өкінішке қарай бұл жерде көрдіңіз ба, өзіңнің өнімің, сол өзіңнің еңбегің үшін шырылдап до конца тұрып беретін адам болмаса, бұнда сату қиын. Сол сияқтен Рамазан хотя кинода өзі продюсер болған сияқты, енді біріншіден ол мен алдымнан өткен де жоқ, екіншіден ол рұқсат сұраған да жоқ. Сосын кейін үшіншіден бұны бір егеленіп алатын, бір патенттеп алған ештеңем жоқ. Енді адамгершілікке салатын болсақ, әрине дұрыс емес. Енді сәл жастау болғанымызда, басқаша болған кезімізде, жасөспірім болсақ, сәл әңгіме бір-екі шапалақпен аяқталар ма еді деген сияқты әңгімелерді, бірақ қазір енді ондайға бармаймыз, ондайға ой да жоқ. Біз қазір оны басқаша қабылдаймыз. Құдайдың ризығы кең. Ол да жасасын, анау да жасасын. Егер кім киносын түсіріп солай көрсеткісі келетін болса, соңында ашылуға тура келді да. Кеңдер үйретейік, қолынан келсе істеп көр деген сияқты. Оны бір емес, бірнеше адамдарға да ұсыныс айтқанбыз, жол осындай. Бірақ солардың ішінде Рамазан ғана, мысалға, пысық қой енді, өзінің киносы болғаннан кейін, өзінің өнімі болғаннан кейін, басынан бүкіл жауапкершілікті алып, сөйтіп өзінің киносын өзі сүйреп келе жатқан азаматтардың бірі. Сондықтан оған да не дейміз енді, ешқандай өкпе реніш жоқ, шаба берсін палуан туралап. Енді анау менікі, мынау менікі деп таласатын да, немесе бір жолын байлайтын да, немесе не дейтін еді, бір ренжитін де, ондай азаматтардың қатарында болғым келіп тұрған жоқ. Істей алатын адам істей берсін дейсіз ғой. Істей алатын адам істей берсін. Кең болсаң кем болмайсың деген сияқты ғой. Түсіндім. Енді басқа тақырыпқа ауысайық. Сіздің инстаграмдағы бір видеоңыз әйелдер арасында жаман тарап кетті. Осы әйелдердің қазір инстаграмда біраз әйел кісілердің анау ментор болып жүрген, жаңағыдай не болып жүрген, Роза Әшірбай, Біренсе деген кісілер кәдімгідей істеп, сол сөзіңіз негізі адамдар дұрыс түсінбей қалды ма, или өзіңіздің ойыңыз, айтатын ойыңыз сол болды ма? Енді мына жерге қысқа несін қойып жібереміз, сол видеода осыны бір өзіңіздің ойыңызбен қазір ашық отырып сөйлесіп отырмыз ғой, асықпай айтып берсеңіз. Еркекті банкрот құртпайды, еркекті арақ құртпайды, еркекті құмар ойын құртпайды, еркекті төбелес құртпайды, еркекті жігіт құртпайды. Еркекті сындыратын бір ақ нәрсе бар.
ол үйдегі әйелі ол. Шынымен айтамын, кез келген еркек менімен қосылады деп ойлаймын. Сен одан да үйдегі келіншегімен ұрысып таласқаннан гөрі көшеге шығып жатып алып біреумен төбелескенің жақсы. Болмаса спорт залға барып спаррингке кіріп, прям профессионалдармен шығып өліп таяқ жегенің жақсы. Сондықтан мен өзімде байқаймын, еркектің сағын сындыратын тек қана әйел кісі ғана. Қалған сынаққа еркек шыдай береді. Жақсы әйел жаман еркекті ер етеді, ал жаман әйел жақсы еркекті ез етеді деген қазақтың сөзі осыдан шыққан. Өткенде де бір-екі жерде айтқам, жалпы еркек 3 жылда оны ойласа, тағы да кішкене қыш жіберейін, әйел үш ақ күндігін ойлайды да. Сосын кейін әңгіменің басын тыңдайды да соңын тыңдамайды. Сосын өкінішке қарай көп қыз келіншектер әңгімені қорыта алмайды да. Сондықтан мен ойлаймын, әйел кісі еркектен бір сап төмен тұратын шығар. Өйткені адам алейхиссалам жаратылған кезде алла тағала хауа ананы адамның қабырғасынан жаратқан да. Сондықтан адамда ақыл болатын болса, ақыл мына жақта тұр, қабырға мына жақта тұр ғой. Сол сияқты мен айтпағым енді әңгіме мынандай болған. Еркек кез келген сынаққа шыдай береді. Шығады. Кез келген сынақтан шығады. Бірақ бір ғана сынаққа шыдамайды ол, әйелдің сынағына. Оны еркекті әйел сындырып жібереді. Қарапайым мысалмен айтайыншы, бір әйел үшін екі мемлекет қырылып қалған мысалға. Ол қалай дейтін болса, Троя деген киноны көресіз. Болған оқиға, мысал ретінде айтып отқаным. Біздің енді ол әдеби кітаптарымызда ондай шығармалар бар. Мен енді ұяққа бармай-ақ қойын, қазір енді өзіміздің заманымызда айтып отқаным ғой. Мынаны қараңыз, бір еркек адасты, иә, жылуды, пананы, крышасы өзінің үйіне келген кезде, ол онсыз да анадан таяқ жеп келе жатыр, банкрот, қарыз, проблема, разборка. Үйге келген кезде оны үйдегі жан-жары жылы қабақ танытып, ыстық тамағын беріп, өзінің үйіне келген кезде жылы төсекке жатып, күш қуат алып, бала шағасын иіскеп, әдемі бір энергия алып, сөйтіп бұл күні ертең қайтадан жаңа тіршілікке басталуға үйден келіп күш алатын жер ғой. Енді тура сол келген кезде өзі сүрініп есік алға әрең жеткен кезде оның үстіне әйел отырып ызыңдай берсе, ана сенің байың, не дейтін еді, ана пәленшенің байын қараш, үйтіп жатыр, пәленшені қараш, ана жақта жүр, сенің жүрісің мынау, сен бітпейді, не тауып жатқан ақшаң жоқ, достарыңның түрі анау, бірдеме шірдеме, осы сен ойнамағанда, осы сен ішпегенде, осы сен үйтпегенде, баян сатпағанда, осы жерде тұра бергенімізде, көшпегенде деген сияқты әйел ызыңдап келеді, еркек таумен Аллаға жоқ жүреді. Соны айтып тұрмын ғой, сол кезде әңгімеміз бар, өйткені еркек адам әйелмен сөзге келіп қалады ғой. Одан да әйелмен сөзге келіп ұрысып қалғаннан гөрі көшеге шығып оңбай біреуден таяқ жеген жақсы, немесе быт-шыты шығып біреумен төбелескен жақсы. Енді сол үшін сол жерде айттым, жақсы әйел еркекті ер етеді, жаман әйел ез етеді деген сияқты. Сондықтан ол ащы шындық. Қазір қаншама жігіттеріміз, бауырларымыз кәсіпте, өмірде жолдары болып, еңселері тік жүретін болса, үйдегі тікелей әйелдеріне байланысты. Ал енді тоз шығып, быт-шыты шығып, қаңғып жүрген еркектер болатын болса, оған да тікелей үйдегі әйелдеріне байланысты. Осы астында комментарияны оқысаң, осы видеоға бәрі неге әйелге жауап бересіңдер? Әйел өздері зорға жүрген кезде, наоборот, әйелді жаңағыдай бөліп қалатында, андай бір сөз бар қазақта. Жібекті тұтамаған жүн қалады, ал әйелді күтамаған күн қалады деген сондай қазақта сөз бар ғой. Осы комментария қарасам, наоборот, әйелге біз өзіміз зорға жүрген кезде барлық жауапкершілікті артып қоясын. Түсіндім, ол көрпені өзіне тартып алды да. Бірақ енді ол екі жарты бір бүтін ғой, екеуінде кері байланысып бір-біріне болып тұру керек та. Яғни мысалы әйелі жақсы ма, әйелі жақсы болғаннан кейін күйеуінің еңсесін көтеріп жіберді ма, еркектер әйел мақтаса, әйел үйде жаңа айтып отырмын ғой, мықты болатын болса, еркек шабат ары қарай жұмыс жасайды. Енді жұмыс жасаған еркек, қаражат тапқан еркек, әйелін жақсылық көрген, әйелін қолдау көрген еркек енді бір санасыз, бір жануар бірдеңе болмаса, ананың жасаған жақсылығын әдемі шубасын әкеп береді, мысалы iPhone 16-сын әкеп береді, жақсы көлігін мінгізеді деген сияқты.
бала шағасын әдемі киіндіреді ғой, енді ол бірден автоматты түрде кері байланысты солай ғой. Бұл жерде сіздің айтпағыңыз жалпы әйел адамды төмен түсіру емес. Жоқ. Жалпы ер адамның өмірінде әйелінің жалпы маңызы зор екенін. Жалпы ер адамды әйелі қолдаса, соған сенсе, Бірдеңе айтайын ба? любой еркек тауға апарады деп айтқысы келді. Дәл солай. Қазіргі қоғамда ез жігіттер сөзінде тұра алмайтын көп, шынымен көбейіп кетті. Кейінгі поколение дейміз ба, енді өзіңізді анау сізді бағалана білейін деген кім деген кезде, енді менің өз көзқарасым бойынша жалпы қоғамда сізді бір біздің елдің жігіттерін өлең айтып жүрген, біздің жалпы мужик ретінде, еркектердің арасында мужик ретінде көреді деп ойлаймын. Спортта да жалпы бір сөзді салмақты адам ретінде. Мен солай деп ойлаймын. Жалпы бірақ қазір қоғамда сондай жігіттер көбейіп кетті, ез жігіттер. Өтірік айтып, жаңағыдай. Ондай жігіттерге жалпы ойыңыз қандай? Ондай жігіттер қайдан шығып жатыр? Кәдімгідей еркек жігіттерді қалай тәрбиелеп шығаруға болады? Кеше ғана осындай бір мынау Алматы қаласында дарын мектебі бар, сосын қазір мектепте, университетте, колледжде дедовщина жоқ қазір ше. Біз мысалға 9 класстан бастап 10 класстан таяқ жеп өстік те. 10 класста 11 класста таяқ жедік. 11 класста енді өзіміз қожа болдық ауылда. Өзімізден кейінгілерді ұрдық та. Енді университетке түскен кезде, бірінші курсқа түскен кезде 2 курстан таяқ жедік деген сияқты. Солай өзі бір азамат біздің, яғни сол мектепке келгеннен кейін біз университетке түскен кезде дайын болып келдік қой. 2 курстың балдары келген кезде кәдімгідей пісіп қалғансын, қалай сөйлесу керек, қалай жауап беру керек, шамаң жете ма, жетпей ма деген сияқты бір баланстар ұстап, яғни біз жігітше ауылдың, мектептің өзінің бір тәрбиесінен өтіп алдық та. Университетке біз дайын болып келдік. Енді университетте көптеген қызықтар болды ғой. Университеттегі болған қызықтар бізді өмірге бейімдеп берді да. Просто мен енді прям бір философия, даналыққа, бір ғұламалық деген сияқты ондай ештеңеміз жоқ. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, осындай нәрселер болмағаннан кейін біздің жігіттеріміз піспей қалған сияқты. Өйткені разна-раз төбелесу деген сияқты, бірге бір сөзіңде тұрасың ба деген сияқты өзінің бір не дейтін еді, бір осындай нәрселер болмағаннан кейін сондай болып қалған сияқты, адамдар қорқақ болып қалған сияқты. Меніңше солай болып көрінеді. Ол бір. Екіншіден, былайынан енді бүйтіп елестетіп қарасаңызда, бүйтіп айта салайықшы, сабақты күшті оқып есік алдыға шықпай жүрді да. Бірақ сабақты онша оқымайтын бала бар да, үнемі далада жүреді да. Сол екеуі мысалы алдынан жылан кездеспаса да, анау бүйтіп оқыған кітаптан оқыған бүйтіп алып оны амал қылып жыланмен күресе алмайды ғой. Ана бала алады да жылан мойнын қылқындырып айналдырып лақтырып береді деген сияқты да. Сол сияқты осындай бір даланың заңдылықтарына, тәрбиесінен өтпеген балалар сәл босаңдау болып келеді. Ез болып кетеді. Босаңдау. Айтқанда көшенің тәрбиесін көрмеген, қазір солай деп айтайыншы. Иә, ол біздің кезімізде де болды. Көшенің тәрбиесі деген ауылда, мысалы, ауылдың системасы өзі, мысалы, сол системаны, көшенің тәрбиесін көрмеген балалар, қазір ондай балалар көп. Қазір ондай. Біз мысалға ше, әдебиеттен беретін Сұлтанәлі деген ағайымыз бар, Әзімбек деген ағайымыз бар. Біз сабақта отырған кезде бар ғой, апайлардан жаман таяқ жейтінбіз ғой. Қазір ондай жоқ. Бұл да кәдімгідей. Мен енді ол берді мұғалімдердің сөзін сөйлеп, немесе бір бала шағасын қорғап жүрген ата-аналарға бір қарсы шығайын деп отқан жоқпын. Әркімді көзіне ай көрінер көзіне ғой. Бірақ сол ұстаздан таяқ жегенің, өзінен үлкендерден таяқ жегенің, бұның бәрі негізі өзінің психологияңа бұл негізі емет та бұл. Осы бір нені алып тастағаннан кейін, осы нәрсе жойылғаннан кейін, бұл да бір дерт болып бара жатқан сияқты да. Былай айтқанда ауылдағы кішкентай былай айтқанда көшенің тәрбиесі де, былай айтқанда кішкентай балаға мектепте бала кішкентай енді сынақ қой енді. Сол нәрсені көрмеген балалар кішкентай кезде, үлкен қалаға, үлкен өмірге келген кезде, андай үлкен сынақтар келген кезде сондайды көріп сынып қалады былай айтқанда. Өзіне шешімін білмейді ғой. Қол жұмсау деген сияқты көп сынып қалатындар осы себептен. Енді бұл былай айтқанда ғылыми түрде кітаптың тілінде емес, былай айтқанда көшенің тіліндегі былай айтқанда түсіндірме болды деп ойлаймын да. Енді қарапайым ғой, енді ол көп оқи бергеннен, ол не дейтін еді, ол теорияны біле бергеннен кейін практика қолданбасаң ол да қиын ғой.
Жалпы енді ойым солай, ертең тағы да бір сөзім бір жаққа кетіп қалып басқаша тақырыптар кетіп қалып жүрмесін. Дұрыс көзқараспен қараңыздар. эстрадада жүрген мысалы әншілер, жалпы осы жұлдыз адамдардың көбісі сондай бір сөздерді естіп қалатыным бар да мен. Көбісінің андай білімі жоқ. Енді тек жақсы өлең айтады, болды. Көбісінің білімі жоқ. Әйтеуір ішкен жеген мәз болып жүре береді. Қай жерде түстен шықса сол жерде жүреді деген сияқты кейбір сөздерді естіп жатамыз. Енді өзіңіз эстраданың ортасында жүрген адамсыз. Осы сөзге келісесіз ба? Енді бәрі емес. Бұрындар көп сынайтын. Біздің осы өнердегі әріптестеріміз үлкен экранда дұрыс сөйлей алмай, сұхбат бере алмаса, ой, мына екі сөздің басын құрай алмайды деп. Сондықтан ешкімді бөліп жаруға келмейді. Енді мен үлкендерден сөздің майын тамызатын, мысалы, Сәкен ағамыз жақсы білемін да. Мысалы, енді Мейрамбек ағамыз да былай көп сөйлей бермейді ғой. Сондықтан әркімнің өзінің табиғаты әртүрлі. Кейбіреулер сөзге жоқ деген сияқты. Кейбіреулердің енді мысалы өткен ана қызық премияда Жаз Дәурен деген бала, қандай талантты бала, мысалы бір әнменен Есенгіні мойындатып қойды да, бірақ ол сахнаға шығып сөйлей алмайды да. Сол сияқты ол енді сөйлей алмағаннан кейін ол бір сауатсыз немесе басқа деп айта алмайсың ғой. Сондықтан өзінің таланты бар. Енді ешқайсысын бөліп жаруға келмейді. Бірақ енді сауат емес, сауатты сауатсыз деген бұл тақырыпта емес, мен адамгершілік жағына қарай көшсек дұрыс болатын шығар. Кейбіреулері енді жаңағыдай мына кейінгі жастарымыз бағана біз айтып отқандай нәрселерді көрмегеннен кейін, білмегеннен кейін үлкенге құрмет деген сияқты алыстан көріп қалған кезде ассалаумағалейкум деп амандасудан алыстау балдар бар. Сосын кейін өзіңнің кейінгі кішілерге бір ағалық қамқор бір жасайтын немесе өздерінің бір інілік ізеті сондай бір жоқ екені біздің осы эстрадада жүрген балалардан бәрі емес, арасында бар, көрініп қалатындар да бар. Бір ғана проблема осы да болып тұрған сияқты. Тек қана халықтың арасында емес, осы жұлдыздардың арасында да ондайлар бар дейсіз ғой, жас балалар. Бар, иә. Өйткені не дейтін еді, біз мысалы қазір сөйлесіп отырмыз ғой, осылай сөйлесе алатын кейбір әншілер жоқ. Бар, жоқ деп айтпай-ақ қой құрсын. Көпшілігі андай әңгімешіл емес, сосын кейін бүйтіп осылай отыратын, сөйлесетін бір тақырып жоқ. Әлемдер басқа, білмеймін, қай жақтан келгендер деген сияқты. Енді олардың бәрінің өкпе реніші жоқ. Бірақ енді уақыт келе ақырын бәрі орнына келеді. Бізде кезінде не деген қайнап тұрған уақыттар болды, қайнап тұрған замандар болды ғой, бәрі өткінші. Енді әнші Бағлан Абдраимовта шығармашылығыңызда жалпы не жаңалық бар, қандай осы жылға қандай пландарыңыз бар? Енді амандық болатын болса, Құдай қаласа, кәсіп дедік, кино дедік, бірақ десек те мені бір кәсіпкер Бағлан деп ешкім айтпайды. Кино продюсер деп айтпайды мысалға. Актер деп айтпайды. Актер деп айтпайды. Қалай болғанда да бәрібір әнші Бағлансың. Сондықтан осы алтын шыққан желді белден қаз деп айтатын еді. Енді мына жасап жатқан кәсіптерім деп айтайын, ол ақырындап жүре береді. Бірақ осы 20 жылдан аса жігіттер тобымен сахнада жүргеннен кейін бір соңғы уақыттарда ойланып жүрмін жеке ән кеш беру. Қай бір жылы Амантасқанға сұхбат берген кезде біздің елдің жігіттері деген тақырыпта ән айтқым келеді, жігіттердің руханиятын көтергім келеді. Сосын сырты жылтыраған нәрсеге қызықпаңдар, оның іші азап екенін айтқым келеді деп сол кезде бір айтқаным бар. Сол енді ақырын соны бір жүзеге асырғым келіп тұр. Өйткені әнші ретінде бір жеке ән кеш өткізбеген екен. Бізбен замандастарымыз алды 10 жеке кеш өткізіп тастаған шығар. Сондықтан осы бір жеке концерт өткізетін болсам, онда толыққанды әнші ретінде бір ішкі жан дүнием деп айтайын, бәрі орнына реттеліп, орнына келетін секілді болып тұр. Өйткені әлі бір кейбір тұстарым әлі бір орнықпаған сияқты, әлі бір толыққанды бір орнықпаған сияқты. Бұл әнші ретінде ма? Әнші ретінде болсын, тұлға ретінде болсын, әйтеуір бір кем дүние болып тұратын сияқты. Мүмкін енді кез келген нәрсені Москваға барып тәуекел етіп қауында сатып келдік мысалға ше,
Қытайға барып тәуекел етіп тіл білмесек те Қазақстанға дөңгелек әкеліп те саттық. Кинода түсірдік, ақшасыз бастап. Кез келген нәрсе тәуекелмен келе жатты да ештеңеден қорықпай келіп осы жеке концерт беруге келген кезде кәдімгідей қатты қорқамын. Сол осы бір аман есен өткізіп алсам, осы қорқынышты жеңсем, бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Осы бір алдағы уақытта осыны бір қатты уайымдап, осыны бір жоспарлап жүзеге асырсам деп. Уақыты белгіленді ма? Енді осы Уақыты 7 мамырға ма деп жоспарлап тұрмыз. 7 мамырға сол біз енді аналарымыз туралы, жалпы махаббат туралы ондай тақырыпта концерттер көп қой, бірақ қазақтың жігіттері туралы көрейік үшін концерт беріп әрекет қылып жатырмыз. 7 мамыр күні хабарландыру 7 мамыр күні Бағлан Абдырайымовтың жеке өзінің енді ресми әлі де тағы да алдағы уақытта ондай жаңалықтармен бөлісе жатармыз. Әзірге жоспарымыз осы. Нақты алдын ала билет алатын адамдар болатын болса, осы комментарийға нөмірлерін жазса, тіке сол кісілерге байланысып. Енді Құдай қаласа көреміз енді. 8 наурызда бүкіл ер азаматтар кәдімгідей жиған терген бәрін сүйікті жарларына, аяулы аруларымызға, аналарымызға сыйлық беріп жатады ғой. 7 мамыр ұлдардың мерекесі, қыздардың әрекетін көреміз. Кім алдын ала билет алып, осыған осы Алматыда болады деген жоспар бар. Алла қаласа, нөмірі жазып қойсаңыздар, сіздерге жеке хабарласып, сіздерге билет алатын боламыз. Иә? Амандық болса, иә. Енді ресми тағы да жаңалықтармен бөлісетін боламын. Ресми алда. Енді былай істесек, күшті керемет 1 сағаттай уақыт болыпты. Керемет подкаст болды деп ойлаймын. Сізге қалай ұнады ма подкаст? Жақсы, иә, бір андай еркін біраз нәрселер айтылды енді. Артық сөздерді алып тастаңдар. Мен ең алғашқы екінші подкастым YouTube каналда осылай пайдалы болайын деген ойда. Сізге де рахмет, қолдап, мені бір ауыз сөзім жерге тастамай сүйгеніңізге. Енді көрермендерге бір соңғы өзіңіздің бір сөзіңізді, жылы лебізіңізді айтып берсеңіз. Басты байлық денсаулық. Бас аман болса, ден сау болса, қазақ айтатын еді, сау адамның басында алтын тәж бар дейді, оны тек ауырған адам ғана көреді деп. Сол бастарыңыздағы алтын тәждің қадірін біліңіздер. Ел аман, жұрт тыныш болсын, қымбатшылық болмасын, НДС-тен қорықпаңыздар, оның шаруа шешілетін шығар. Сәттілік, ел аман болсын, бас аман болсын. Енді сіздің атыңыздан бір осы мықты, осы сұхбатты көрген адамға бір сыйлық ұйымдастырып жіберсек, мынандай нәрсе ойлап тұрмын. Мықты 5 осы подкастты көріп, өзінің ойын, сіздің жалпы киген ойын мықты жазған өзіңіз таңдайсыз. 5 адамға сіздің 7 майда болатын концертіңізге бір 5 билет ұсынсақ. Енді қазір енді біз жоспарлап жүрміз ғой, егер ресми кәдімгідей шегеленіп бекітіліп, сондай бір нелеріміз жүзеге асып жатса, бұл подкасттың қашан шығатынын мен білмеймін. Бірақ тәуекел, осылай мүмкін жоспарымызды шегелеп алатын шығармыз. Тәуекел. Осы комментарийға өзінің ойыңызды жазыңыз, өзіңіз Бағлан ағаны өзі тыңдап, 5 адамға өзінің жеке билетін беретін болады. Ал енді рахмет, тыңдап соңына көргендеріңізде осы подкастты достарыңызға, жалпы пайдалы болады деген адамдарға жіберіп, өзінің комментарийіңізді жазып, лайк басып, тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта тағы да көптеген пайдалы подкасттарды түсіретін боламыз. Рахмет, көріскенше күн жақсы болсын.